Ауған мемлекетінің басшылығының сұрауымен КСРО билігі Ауғанстанға өз әскерін енгізді. Онысын бауырлас халыққа көмектеп қарастырды. Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деді. Осылайша 1979 жылы 27 желтоқсанында КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасына өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Ассалаумағалейкум, құрметті ардагерлер, ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Сіздерді кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 32 жыл толуымен құттықтаймын. Алдағы уақытта еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаларыңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Өтер жылдар, алғыптағы алыстап, тағдыр талай тауқыметпен табыстар, өздеріңді жырлап өтер ұрпағың, Ауғандағы азап шеккен арыстар. Құрметті де аса қадірменді Ауған соғысының ардагерлері, сіздерді бүгін келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздердің ерліктеріңіз мәңгілік ел есінде. Ауғанның қанды даласы адами заттың науасы. Бүк түсіп жатыр қауіпсіз қаралы таулар қарашы. Құрметті Ауған ардагерлері, сіздердің бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілейміз. Осы жыл қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған жыл болсын. Бейбітшілік заман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.